Шөп жинақы болып сөйлейді. Кім мен ба? Сондай өзі. Образға кеттім ба? Правильно такая. Кешірім сұраймын. Сондай жаңағыдай телевидениенің жүргізушісі сияқты болды. Сондай болды. Даже мен Құрметті оқырман, кеш жарық. Бүгінгі Наурыздың мерекелік кештің осындай бір жақсы бір отырысында көргенімізге, сіздермен қауышқанымызға қуаныштымыз. Төлетіңіздер. Біздер осы жерде импровизациялық подкаст жасап жіберейік дедік. Сіздердің қой бір жерге и біз отырайық. Я хочу сказать, что здесь... Вот так. Света достаточно? Нет, света достаточно. Жаңағыны... Мынаның свет бар ма? Бар, қазір берем. Подожди. Где-то у меня подставочка была для эфиров специально. Бит қойсаңшы. Звука не будет мешать? Просто я хотела еще снизу поставить этот. Нормально будет, мне кажется. Ерінбейміз ғой бәрі чартуда оқырманың үшін. Так, мынау құламаса енді. Қарап отырыңдар. Енді әпәдейін болып отырдық қой. Пресуді көрсетейік. Қалдарыңыз қалай? Біз өтесінде сыпайы сөйлесетін адамдармыз, біздегі жағдайда. Аны кайф болып тыңдап отыр едік. Кеттіңдер, немене отырыңдар деп сөйлеспейміз. Қайсыге? Кім ол? Деп, олай емес. Ма, там все наворочено. Енді блогердің үйінде. Шикарно. Кеттік, давайте. Дауыс естілмейді, үй ол бағана без звука қойып тастады ғой. Ой, не может. Да? Енді ше. Дауыс естіле ма? Естіп отырсыздар ма? Естілмей қалды дауыс. Құрметті жамағат. Дауыс тихий, говорит. Айналайын шырақтарым. А как это регулировать? Дауысын. Тема дейді, норм дейді. Болды, иә, окей ма? Кеттік. Роза ханым жақындаңызшы. Сені не істеймін, мен айтып енді қыздыравенік әкелемін. Сол кезде біз сізге не болып тұр? Сіз Роза Рымбаева, біз анау подпевка болып тұр ғой. И мен соңында елем ғой. Наурыз деп соңында концерт жоқ өтетін. Наурыз. Естілді дейді. Болды, біз қай жерде ішкі трек туралы айтып болған едік, дұрыс қой. Басқа сұрақ қойсаңдаршы. Не айтсаңдар? Сұрақ Сұрақ Самоценность и ішкі трек болды бізде. Кішкене қыздар импровизация жасап, әртүрлі тақырыпқа әрбір жүгіріп үйреніңдер біздер. Алия ханым, сырғаны қайдан алдыңыз? Білмеймін, шынымды айтсам. Алия ханым, сырғаны қайдан алдыңыз? Бағанағы сырған ғой. Шын білмеймін, бір выставкадан алдым, бір андай выставкалар болады, сол жерден сатып ала салдым. Роза екеуінің әпшілері ғой, сестренкалар сияқтыстар дейді. Baby face, короче, играет. Роза, сен менен неше жасың? Сөздік қор жайлы айтайын деп атты дейді. О, рахмет. Еске түсіргенім. Ғазиза, рахмет. Кеттік Айгер. Сөздік қор көп болу үшін айналайын шырақтарым, кітап оқыңдар дегендей. Қалжындайып, кітапты әртүрлі жатыр. Өсек айтып отыр. Мен айтсам жаратынмын өсек. Жарайды, айттым. Вообще кітап оқу керек. Бірақ ол кітап деген жаңағы қалай самооценканы өсірудің 5 жолы деген жаңағы пособие емес. Ол әдебиет, бір көркем шығарма. И ол көркем шығарманы жазған кезде автор әртүрлі тавтология емес, жаңа синонимдер қолдана бастайды. Бірақ 100 кітап оқып, 100 сөз жаттай алмау мүмкін. Ол үшін сіз кітапта болып жатқан әдемі сөздерді, синонимдерді миға тоқу керек деген программа. Ойбай жан. Сосын соны өмірде үйреніп алған сөздерді көбіне қолдану керек практикада. То есть сізге өзіңізге правило қойсыз, иә? Мен бүгін әрдайым сол секілді, сол сияқты деген сияқты қарапайым сөздерді бірнеше альтернативаларын қолданып үйрене бастайсың. Сөздік қорды көбейтіп сөйлеп, сосын келесі жолы ол сенде норма болады. Сосын левелді қиындата бастайсың. Жаңа сөйлемдерді ұзағырақ айтып, жаңа сөздер қолданып деген сияқты. Иә, әлі, дұрыс па? Иә, но сіз профессионал болғансың, мысалы. Қараңыз, сізде былай болады, мысалы. Сіз әдемі сөздік қорымен да біздің арамызда деп сөйлесе береміз ғой, мысалы, дұрыс па? Бірақ эфирге шыққанда, жұрттың алдына шыққанда біз әдемі сөйлеп кетеміз, иә? Автомат. То есть бізде мида бір включитель бар, иә? Режим ғой? Иә. Сол режим негізі кез келген адамда болу керек. Мен не үшін оны айтып жатырмын? Бізде Ердана деген досым болды ғой, бізде коллега. Сол 5 тіл білетін. И оның бір қызығы бір тілді
бір тілге былғамайтын 5 тіл біледі. Орысша сөйлесе орысша, ағылшынша, корейше сөйлесе корейше, жапонша сөйлесе жапонша. Бір-біріне былғамайтын. Сол кезде мен айтатын, типа, как ты так делаешь, мен олай былғап тастаймын, орысшаға деп сөйтіп айтқан кезде, ол бүйтіп айтатын, миды қадағалауға болады дейді. Болады. Поток кетіп жатады ғой, сөздердің поток кетіп жатқан кезде, сен миды қадағалай аласың. Сен мына руслоға бар, сен мұнда бар, сен мусорға бар, сен мұнда бар деген. Ал біз адамдар негізі мидағы ойды қадағалауға ерінеміз. Біз просто неге адамдар қазақша қате сөйлей бастайды? Өйткені ол орысша сөйлеп жүреді де, орысша ойланып жүреді де, орысша ойланып қалады да, сөздерді қазақша қолдана бастайды. То есть орысша сөйлем болады, просто қазақша сөздерді қолданумен. Тұрсың ба? Құрылымы орысша болып тұрады, ал сөздер қазақша қолданып тұрады. Мен бүгін Наурызға бардым деп тұрады, ше? Я сегодня пошла на Наурыз болып тұр. То есть просто тупой прямой перевод, калька болып тұр. А сен қазақша ойлану ол Наурызды көруге бүгін алаңға бардым деп басқаша айту мүмкін қазақтың құрылымына сәйкес. Сондықтан очень практика, мүмкіндігінше көбірек әртүрлі сөздерді қолданам деген өзіңізге тапсырма қойасыз. Сол кезде сіздің миыңыз көп жаңа сөздерді өзі-ақ іздей бастайды. Тыңдағанда осындай мысалы блогерлерді, мысалы Әлия, қаншама жаңа танымды ақпарат айтып жатады. Роза, мысалы соның словариндағы сөздігіндегі жаңа сөздерді оқып алып отырасыз. Розаның словарин алса жоқ демеңдер, кактустыңдан гүл иіс шыға. Жоқ, менің тілім таза емес негізі. Ол дұрыс. Ол мақтым. Не прибедняйся. Одан емес, Айгерім. Это профессиональный зат. Тура өзіңіз сияқты. Профессиональный. Эфирге шыққанда қазақша сөйлейсің, а өмірде мен олай сөйлемеймін ғой. Шын ғой. Рилстарында әп-әдемі ғой, документалкаларында. Я пропагандирую сейчас твои документалки, рилсы. Хорошо. Жаңа ше әйел достығы туралы айтты. Әйел достығы әдемі екен, әйел достығы деген. Соны айтыңызшы, оны енді Динара мен Перизат қатырып айтып беретін еді осы жерде болса. Жоқ, мен бағана бір сұрақ болды. Сонда сендер бір-бірлеріңді сынамайсыңдар ма? Бір-бірлеріңмен ұрыспайсыңдар ма? Окей, интересно. Вот это мне триггер болып қалды мен үшін. Давайте. Өйткені қыздар бір-бірімен дос болғанда, әсіресе жас қыздарды жиі байқаймын, бір-біріне претензиямен дос болады. Например? Сен менімен дос болдың, басқамен неге дос боласың? Неге олармен кездесесің? Бір, иә? Екінші, мен мынандай кидім ғой, неге сен мені қайталап жатырсың? Мен жақсы көрмейтін қызды неге сен лайк басасың, неге онымен ортадасың? Неге сен менің бывшиймен доссың? Неге сөйлесесің? Неге мен ұнатпайтын нәрсені сен солидарный емессің? Позицияларыңды нақтыла, менімен бірдей бол деп тұрады. Ол бір. Екіншіден, сосын қыздар дос болған кезде ұнамайтын қасиеттерін қабылдағысы келмейді құрбысының. Ондай болма дейді. Ондай болма. Кстати, жігіттерде сондай аз деп ойлаймын мен. Жігіттермен салыстырмай әйел достығын талқылайтын болсақ, мысалы мен жоқ, понятнее, кішкене не келеді да, форма келеді да, мен форма келтіре алмай тұрмын. Окей. Мысалы мен қазір, онда мысалы мен 2012-ден танимын. Мен сені жақсы көремін. Просто, вот ты понимаешь, мен сені 13 жылда. Просто же мен сен білесің оны. Мен сен білесің, оны мен жақсы көремін просто. И қуым мүмкін, келіспеуі мүмкін, е? Кейбір айтқан ақпараттармен келіспеуі мүмкін. Бетіме айтып тастауы мүмкін. Айтып тастауы мүмкін. Оны істеймін да мен. Бірақ мен просто ол Әлия бар, и мен оны жақсы көремін, и ол менікі, ол менің адамым. И ол осындай бар, ол мен түзеткім келмейді. Маған онымен бірге отырған қызық, талқылаған қызық, тақырыпты соңына дейін жеткізіп айтқан қызық. Ну и постоянно жабысып жүру міндет емес. Мысалы Роза, мен мысалы ни в коем разе Розаның өзгергенін қаламаймын. Ни в коем разе. Өзгеріп кетсе, мен шошып кететін шығармын. Мысалы, бір түрлі сияқты маған. Розаның бар болмысы солай ұнайды. Сонысымен ол қызық. Мысалы, сен Розаны Роза болған үшін, пионды пион болған үшін, кактусты кактус болған үшін жақсы көресің ғой. Сондай сияқты түзеткің келмейді ғой, кактусқа барып Розаны жабыстырып қоймайсың ғой. Сол сияқты барын бардай қабылдап. Әйелдер сол кезде бір-біріне солидарны, сол кезде бір-бірін қабылдай алатын, сол кезде олардың бар болмысын барын бардай жақсы көре алатын болады да, и бір-біріне претензия, мизогиния болмайды деп ойлаймын. Как минимум азырақ болады. Так, карьерамды дальше ете алмай, бір жерде тұрып қалдым. Как можно найти вдохновение? Карьерамда дальше двигаться ете алмай, бір жерде тұрып қалдым. Как можно найти вдохновение, двигаться дальше? Это вопрос к Розе. Тебе. Motivation. Не вида.
қазір ұрса қайсысына керек деп не дейді деп келе не айтасыңдар ал карьерамда дальше двигаться ете алмай бір орында тұрып қалдым. Как можно найти вдохновение двигаться дальше? Все зависит от того. Оның барлығы стратегиялық мақсатыңызға байланысты. Яғни адам бір жылда тұрып қалмау үшін оның стратегиялық 5 жылдық, 10 жылдық жоспарлары болу керек. Сіздің негізгі түпкі мақсатыңыз не? И, соответственно, мен неге ары қарай точка Б-ға бара алмай жатырмын да, не кетерді маған? Что со мной не так? Может, я устал, может, вы выгорели, может, соңғы 2-3 жылда сіз отпускіге бармаған шығарсыз. Может, бұл жұмыс сізге ұнамайтын шығар. Бұл сұрақ, былай қарап отырсам, неге мен карьерада алға жылжымаймын деген сұрақты бүйтіп ашып қарайтын болсам, оның ішінде проблема көп обычно. Өте көп. Ментальный. Ол жерде, өйткені жаңағыдай жұмыстан выгорание болуы мүмкін. Мамандыққа қызығушылық болуы мүмкін, коллектив жаман болуы мүмкін, махаббатта жолың болмайды, а тебе кажется, что тебе на работе не везет деген сияқты. Это надо сесть и разобраться со своей головой. И жалпы карьера, егер де сіз карьерада нақты үлкен мақсаттарыңыз болатын болса, и надо понять, вот мен осыған барғым келіп тұр еді, ол не болып қалды, не үшін мен барғым келмей қалды. И перестраивать, да, потому что бывает, мысалы стратегиялық тұрғыда 3 жылдық, 5 жылдық жоспарларыңыз болса, ол жоспар соған келе жатқан кезде жолда айнып қалуы мүмкін, это нормально. Вот, допустим, мысалы, мен үлкен коммерческий директор болғым келген, үлкен компанияда. Прямо я шла к этому, прямо коммерческий директор болам, үлкен компанияда, одан кейін квазигосударственный компанияға барам деген сияқты да. Потом определенный бір уақытта келген кезде, жақсы карьера, ортасына келген кезде мен я уже не хотела. Там мне уже было неинтересно. Маған басқа бірдеңе керек деген сияқты. Бірақ мен ол кезде кәсіпкер боламын деп ойлаған жоқпын да. Сол сияқты сен ізденесің. А что тогда не так? Да, әртүрлі адамдармен араласасың, ортаны ауыстырып көру керек. В любом случае, надо вот что-то жұмыс істеймін. Нельзя сидеть на месте и думать, а почему я вперед не иду? Вопрос не к нам, это вопрос к вам. Еще один момент, мен бір біз қыздармен прямой эфир өткізгенбіз Zoom-да, сол кезде мен көп естіген сұрақ, девчонки хотят всегда последнего точного ответа. То есть определенности. И и они должны быть уверены, что они туда пойдут туда, и там вот так. То есть они даже могут там бір затты бастамай тұрып, бір 20-30 жылдан кейін осылай болады, сол үшін баратырмын деген сияқты. Гарантия. Олай жұмыс істемейді деп ойлаймын. Ешқайсымыз осы жерде отырамыз деп ойлаған жоқпыз деп ойлаймын. Мысалы, абсолютно. Поэтому сильно оверсинкинг дейді ғой, ағылшынша андай бір олай қызық емес өмір сүру. Бір сондай өзіңізді күтпеңіз. Одан бұрын өмірдің соңына дейін карта сызып, қатты тоже как бы не вариант сияқты. Адам ішкі өзінің құндылығын білет, принциптарын білет, направлениесін білет, ары қарай Құдай білет деген сияқты ғой. Еще менде реакция осындай. И амал етеді. Анау, мен түсінтім ана қызды, ол болып тұр ше, күнде бытта ол, мәні жоқ болып не істеймін, қызық емес, и она погрузилась в это. Погрузилась в том, что ей не скучно, что у нее нет роста, что там именно, где она зависает, нет ресурса. И она загрузилась, прям сол жерге зациклилась. А надо, мынау менің қандай ростқа шығарайын деп жатыр. Когда рывок начинается с приседа, снижение, а потом он идет прыгать, да? Это амортизация. Для амортизации вам надо погрузиться, понять, чего вы хотите, что на дне. Деген сияқты. Ой, моя подруга, вот, режиссер, мой друг Сәуле маған сөйтіп айтқан, менде бір депрессия болды, 4 баладан кейін қатты депрессия болып жүреді ғой, помните? Сол кезде она мне... Это мои друзья, которые меня спасали. Вот, конечно, терапия болды маған. Сол кезде мен әркімге емес, вот бір жанындағы 5-6 қызға. И Сәулеге айтқан кезде, маған Сәуле күшті зат айтқан, если ты в подвешенном состоянии, или на дне на подвешенном, это самое крутое состояние, потому что ты останавливаешься, и у тебя есть время думать, воздух думать. То есть не смотри на это как на депрессию, смотри на это как возможность подумать. И возможность нового роста. Да, сөйтіп айтқан кезде мен вау деп сол өзімнің депрессияма да басқаша қарап көргем. Может, кому-то еще мен ондай состояниені күтіп жүремін. Өйткені ол всегда болады. Мысалы,
мысалы тату тәттіден кайф болды ма менде, жүргізіп жатырмын, уау кайф, но мен білемін ол бір күні одан выгорание болатын, шаршайтын, жыным келетінімді. Мен оған дайынмын, мен білем келетін. И ол болғанда мен не істеймін. Но это же тоже, значит, организм и мозг дает сигнал того, что ты достиг, тебе нужно... Депрессия же всегда же рывок, вот как говорите, это же всегда новый этап чего-то, да? Это же переоценка всех своих этих... Сондықтан, это же тоже начало нового, правильно? Да, а мозг, он сам по себе по привычке обесценивает все. Ему так удобно и твоя легче. давняя цель в какой-то момент становится обесцениванием, исходной точкой для мозга. Поэтому надо просто быть готовым к этому. Иә, ақыл айтпай ақ қояйық, өзіміздің просто ойларымызбен бөлсек, бір сіздерге отырып ақыл айту. 40-қа келгенде өмір басталатын сіздерден көріп көзім жетіп жатыр. Осыдан 40-қа ерте. Мен 40-қа дейін 2 жыл бар. Жоқ, негізі өмір басталады ғой, шынымен ақта. Басталғанда. Апгрейд болады. Да, это по-новому. 40 лет это самый лучший. Қазақ қызы документальный фильмдерді көріп отырып жылаған кезде өте керемет не шығарған. Рахмет. Иә, шынымен басқаларында көріңіз, қонаевты көріңіз. Розаны өсектемеден десен. Азғырып сыбырлап жатқан демон болады ғой сол. В смысле? Чё? Әйгерім ренжі қалды. Не? Кіммен құлға? Мен де сондай білгім. Әйгерім Алияның құлағына азғырып сыбырлап. Мен де айтамын да, қыздар мені білмейсіздер ғой. Менің әлеуметтік желідегі образым андай овечка, милая сияқты. Роза всегда андай палач. Әйгерім айтамын да, қыздар мұның негізі барлық образ, по сути, әркім өмірде кез келген адам. Маленький чертик айтса оларға. Әлеуметтік желіде барлығы персонаж. Өмірде әркім әртүрлі. Вообще мен оқырмандарыма менде пушокпын. Вообще-то. Әйгерім ханым, Роза ханым, Әлия ханым, сіздерді орталарыңызға қатты ұнайды дейді. Рахмет. Осындай ортаға қалай қосылуға болады, қыздар? Бір шай ішу шақырайық, сосын шақырайық шай ішуге. Шай? Қазақстанды аралап шай ішіп кеткесің бе бәріне? Ойыңызға 100% келсем, ешкімді өзгертпейді. Ешкімді тапсырмасы. Не болып жатыр? Сол сөйтеді ол. Үй тапсырмасына көсектес деген сияқты. Көмектес деген сияқты ғой дейді. Victim building, газлайтинг жөнінде. Құрсын көп болып кетті ғой, қараңдар, қыздар, түсінбей қалдым. Мыналар өздері бірдеңе айтып бірдеңе прикол ұстап жатыр. Өздері там всегда слышите. Жоқ, бір нәрсені талқылап жатқанда олар көп өздері, да, чатта өздері сөйлеседі. Часть слушает вас, часть не слушает. Слушайте, пожалуйста. Сіздер қалай бір-бірлеріңіз таптыңыздар? Әлия бите. Тыныш, балалар, тыныш, бізді тыңдаңдар деп. О, шикарный вопрос, қыздар. Өзіме инвестиция салуға жалко сияқты, өзіме қимаймын, ол сияқты өскенмін, не істесем? Мне кажется, вот өзіне инвестиция. Вот мен Розадан үйрендім, но Роза потом раскрыла все свои детали тоже. Насчет, помните, финансов, она вообще. Мен... Есімде жоқ, қалай мы с вами душевно 3 часа разговариваем. Ладно. Нет, я много чего говорю. Мен сен құлағың тұсында отырмаймын деп шештім. Әйгерім отыршы, я рассказываю. Сейчас, смотрите. Қараңыз, былай болады. Мен ол құлағында отырған жоқпын. Ол менің желкемде отыр. Иығыма 2 аяғын салбыратып отыр. Мынадай мәселе, өзіңе ақша қимау. Бұл менде болған, қыздар айтып жатыр ма? Мен айтатын ем ғой. Бәрімізде сондай болып кетті. Бәрімізде ол. Ауылда өстім деген сияқты. Ой, рахмет. Ауылда өсу деген ол оның параметрі емес. Қалада да болды. Иә, қаладағы қыздарда да бар. Но мен ауылда өстім, әке-шеше тоже жағындай. Білмеймін, өзіңе қимау деген менде де болды. Бірақ кейде сосын мен мынандай этапқа кеттім. Болды, өзіме қиям дедім да. Сосын bitпейді. Не әсер етті? Тоқтай алмай кеттім. Чисто өзіңе қию керек деген әңгімелер бар ғой. Содан сен ойлайсың, реально өзіңе қию керек деп ойлайсың да, бүйтіп шаша бастайсың. Өзіңе қию деген бұл мәселе емес. Это тоже неправильное понимание өзіңе қиям, қимайым деген. То есть вообще мәселе ода емес. Я вообще перешла на другой уровень. Ну, сейчас өзіңе қию қимауда. Біреу өзіне, мен ойлайтын, мен өзіме киімге ақша қимаймын, вот, өзіме там бірдеңеге ақша қимаймын деп, қазір лукавство емес, бірақ неге мен ақша қимаймын? Оказалось, что ол маған сондай қатты қызық болып тұрған жоқ, шын қызық болып тұрған жоқ, это нормально, но басқалардан көріп, мен ойлайтынмын,
мен просто өзіме қимаймын, вот, а все же девчонки вот так же деген сияқты. И мен өзімен сұрадым, қай жерге сен ақша қиясың, айтшы деп. И я поняла, өзімнің ақша қиятын жерлерім бар, шашып тастайтын жерлерім бар. Мысалы, өзімнің да, мысалы, денсаулығыма ақша қимаймын. Представьте, қимаймын денсаулығыма ақша. Вот, құндылығын түсінбейсің ғой, 30-ға келгенше шауып жүресің, ақша қимаймын. Но өзім мысалы, бір фильм жасайын ба, ақшамды шашып тастауым мүмкін. Сол кезде мен түсіндім, адам өз-өзін тоже қинамау керек. Баланс болу керек, түсіну керек, но мен міне қайда қиям, қайда қимаймын деген вопросты кішкене алып шығу керек. Осы жерде самый популярный жағдайды айтып отырған сияқты ол қыз. Өйткені көп әйел мама болғанда өзіне қимай қояды. Көп әйелдің, мысалы, мама болған кезде әже, олар болмайды ғой, ол ғана ответственность. Бізде өкінішке қарай әйелдер көбірек ответственность алады. Отбасылық бюджет үшін, планирование үшін. И планирование болғанда, мысалы, бір семья үшін 300 мың, 400 мың, 500 мың дейікші, екі балаға, күйеуіне, тамаққа, анауға. И ол өзінің қалаған көйлегі, как минимум қыздармен отырысы, жаңа курсы, кітабы, планері, косметикасына ол соңына қояды да, жоспарлауға. Мен де сөйтемін. Жоспарлауға соңына қояды да. И жұрттың бәрі из каждого утюга айтып жатыр. Бірінші өзіңді қой, өзіңді сыйла, өзің жақсы көрмеген әйел басқаны жақсы көрмейді. Но мен ол үшін өзімді кінәлі сезінбеймін. Жоқ, вот. И ол сол үшін көп жағдайда әйелдер, ну она же видит тебя, допустим, да, в результате. Она же тебя в процессе не видела. Она видит меня в результате. Такая вся с хорошим цветом волос, с красивым платье, да, от дизайнера. Бүйтіп отырмыз, гүл болып отырмыз, керемет, береке. Біз семьямыз өткен жоқпыз, қонақ күтіп отқан жоқпыз, біз еркелеп, Алматыда қыдырып жүрміз. То есть это все инвестиции, мы потратили дорогу, да, отель, жол, біз еркіндік уақыт жұмсадық. Бала шағаның қасында салып отқан жоқпыз, мысалы, иә, біз балаларға няняға қалдырдық, мысалы, иә. Спасибо родителям. Да, вот у меня нет родителей, да, допустим. И вот соның бәрін көреді, да, ол результат салыстырып жатыр, да. А мен ондай емеспін деп отыр, да. Она хотела бы, ол көрді, қызықты. А ол кезде план керек. Сен бірден өзіңе инвестиция құюды үлкен суммадан, или сен үшін үлкен суммадан бастай алмайсың. Ол бірінші нендей помададан басталады. Реально айтам. Ол привычка қалыптасады. Күнде жеймін. Но помада қызығым. Мен солай істеп көрдім, Әйгерім, но помада мені не мотивировала. Что вас мотивировало? Біреу үшін помада, біреу үшін кітап ол. Я, біреу үшін шкиім, да, купить красивый шкиім. Біреу үшін или просто пойти покушать, біреу тамаққа, біреу үшін Таиланд. Кафешкаға бармай отырады. Әркімнің базасы әртүрлі ғой. То есть біреу ол бірдеңе алып атса, сол маған қию деген сол деп ойламау. Маған не үшін құнды болады, мен не үшін өзім ақшамы жұмсау керек деп сұрап алып нету керек. Вот өзіне супер қиятын адамнан сұрайық, Роза. Ну, бізде андай ғой. Әйел бар. Нормально. Әйел ақшаны всю жизнь тапса да, кию тапса да, әйелдің отбасыдағы, как бы вообще в целом у женщины роль, она распределяющая деньги. Да, часто. Ол үйдегі коммерческий директор. Коммерческий директордың ең бірінші мақсаты ол оптимизация расходов и сократить. И, соответственно, ол когда сокращать ететін кезде, так, күйеуден сокращать етуге болмайды, ол жұмысқа барып береді, оған алу керек. Баладан нельзя, оған больше всего расход, үйдікі, кредит, анау деп бөлген кезде, саған ең оңай қиып тастайтын нәрсе өзің болып тұрасың. Ең оңай нәрсе сол болады. И это становится привычкой. Все дело в привычках, да? Атомные привычки алып оқылды. Привычка алып қалды. Просто нужно понимать, что себя в статью расходов надо включать. Да. Просто включаешь, сосын қарау керек, да, допустим. Сложно всем это. Енді қара, бұл жерде мәселе не? Почему мы не тратим женщины на себя? Потому что сен өзіңе не керек екенін списогін жазбайсың. Просто пройди, шкафыңды бүйтіп аш, список аш, сөйтсе қара, міне, сенде 5 кофта бар да, бірақ джинсы бар. Значит, саған бір классический шалбар керек, жазып қойып заметкаға. Кел холодильникте, нет, это продукты это для дома. Ты смотришь, идешь, в ваннаға барасың, косметикаңды қарайсың, не жетпейді сенде. Бальзам жетпейді, мынау жетпейді. Қашанғы бұрынғы атам заман қалған помаданың ішіне спичка тығып аузыңды жағып жүресің. Так нельзя делать. Ты берешь, покупаешь, ты пишешь, мынандай помада керек, мынау керек. А дальше сен жұмыста қандай тұста ақсап тұрғанды білесің да. Да, то есть саған керек нәрсе көз алдында тұрмаса сен алмайсың оны. Все. Неге сен өйткені сен продукттың списогін жасайсың, баланың списогін жасайсың, қомысуқтың списогін жасайсың, а өзіңе керекетін списогін жасамайсың. Көз алдында тұрмаған кейін сен алмайсың. Да, хороший ответ.
одобрено дейсің. Мен ба? Менің атым Алия. Менің атым Әйгерім. Қалайсыңдар, Алия мен Әйгерім танисың? Жоқ, Роза Әйгерім ханым үшіншісі кім? Менің атым Алия. Алия Әшім. Сен танып отыр ма? Документалист, журналист, супервумен. 4 баланың анасы. Wonder Woman. Арамыздағы шетел көрген. Америка көрген. Америка көрген. Не дейміз тағы да? Шашылы укладкасы күшті. Еще десең. Қазір тоқтаңыз. Маған мынау сұрақ ұнады. Манипуляцияға жауап беру керек пе деген. Ал жауап беріңдер. Мен жауап берем. Давай. Манипуляцияға, абьюзға, менің личный лайфхагым. Сен манипуляция жасап жатырсың деп айтам. Когда вещь называешь, солай, обычно отступ болады, менің байқағаным. Часто, когда ты... Отрезвляешь даже, да? Я оны ұштап аласың, и айтасың, мен бәрін біліп тұрмын, со мной это не сработает. Ол уже ойланып қалады. Часто искусственные манипуляторлар болады, которые... Ол кезде де сен айт, наоборот, сен мені манипуляция жасаватсың деп, менде өте жиі болатын осындай. И сол кезде уже сен просто оның тактикасын аласың. И ол бесконечная война манипуляция болады, екі жақта. Вообще манипулятормен диалогтар жиі болған кезде сен де манипулятор бола бастайсың. Точно. Это же стиль общения, ты его к себе... Вот продолжение этого вопроса. Ұрыс болған жағдайда, маған тиіскен жағдайда, бірде-бір жауап қайтармай тұрамын. Мүлдем десем де болады. Егер сөйлесем, жеңіліп қалатын сияқтымын. Но шынымды айтайын, мен білмеймін, қыздар, сіздердің жауаптарыңыз қалай, как у вас там. Но мен манипуляцияға всегда отмалчиваю. Но үндемей салам, но ол деген үндемей отырып, басынан асырып отыру емес, енді ондай адамға ұқсамайды деп шығармын. Но мен андай бір манипуляция болып жатса, мен қатты өзім манипулятормын негізі. Өзім негізі қатты манипулятормын. Но маған манипуляция жасаса, мен андай үндемей адамның зығырын шығарып, үндемей. Тихая агрессия болады. Да, үндемеймін. Сосын барып шығуға тырсам. Өйткені мен өзім білем, что артық бірдеңе істеп жіберем. И бүйтіп ойланып отыруға тырсам, по сути. Потом барып шешкенді жақсы көрем. Ну, есть алып қосарларыңыз бар ма? Осы, мен айтам, Чина мен Эльмира жалғасы қашан шығады, ол не? Я сериал делала, он будет на закрытом. Мен Чинаның қызымын ғой. Кімдер ма? Чина ма, Перизат Чина бе? Перизатпен ба? Перизат, не, он же Тайсон ғой. Мен Тайсонның қызы екенмін ғой. Ой, рахмет, Алия туралы. Және ма, Алияны кім танымай жатыр дейді. Просто one love. Комментарийде дұрыс, тарихты, Алия өте ақылды, умный, манипулятор, умный, өте лучше. Рахмет көп барлықтарыңызға. Роза апай қайда? Роза апай, бошы? Роза апай, сіздің мына жерге кіріп алыппыз деген рахаттанып отырмыз. Перизат жетпей жатыр, сол ұрыс қалдық қой десең. Перизатпен ба? Перизатпен Динара өздері жүр. Арай қайда? Арайда жоқ. Так. Мен келінмін, қыздар. Мен келінмін. Мен міндеттімін деген тревогадан қалай арылсам болады? Міндеттімеспін де айтасың. Не, ну скажите. Что, давай, да. Это же процесс, он брать осал. Раскрою секреты. Ну, потому что менде ондай тревога абсолютно жоқ. Капустаның қабығын ашыған сияқты. У меня отсутствие этого чувства. Да, шүкір жақсы марапаттады сені Құдай. Жоқ, ол бала үйдің кішкентайы болу. Хотя вы тоже үйдің кішкентайы. Осы идея. Мен үйдің кішкентайы. Біртіндеп капустаның қабығын ашқан сияқты. Біртіндеп азайтасың. Міндеттерді азайтасың. И жұртты үйрете бастайсың. Больше бұл сенің зонаң емес. Мысалы, аптасына бір рет ол тағы біреу тамақ істей бастайды үйде. Міндетті бөлсесін жеймін деп. Ол жаңа манипуляциямен үйді. Мен бұл жерде кейстермен бөлсе аламын. Мен тату-тәттіге келетін бір семья бар тұғын. Мысалы. И сол айтты, что уже полуфиналдың аяғында айтты, что күйеуі мүлдем үй жұмысын істемейтін, что ол күйеуі үй жинайтын болған и тамақ істейтін болған. Аптасына бір рет. Бөліскен. Ол ауруға ссылаться еткен, анаған еткен, беткен бөлісші жаным айналайын күнім кешке жақын кездесуден кейін жаным болған. И сөйтіп жаңағы күйеуі жайменде бөлісе бастаған. Сөйтіп ол міндеттерін а когда человек автоматически видит, что кто-то еще помогает, делегирует твое дело, автоматически мен ғана міндеттімін деген тревогадан құтыла бастайды екен. Я, это правда. И еще мен негізі қазір бір өзім сияқты
болып қалдым ғой. Негізі мен өте традиционный семьядан шыққам ғой. Негізі сен маған әу баста келген кезде сен келінсің, сенің міндетің мынау дегенде мен сол баблға кіріп кететін едім негізі. Иә, ол бір адамның емес, ол еще бір момент қараңыз, ақшта жаңағы бізде 5 жыл тұрған бір таныс достарымыз болды. Енді Санжар әу бастан ол үйде көмектесетін, өйткені ол мамасы көмектескізеді, вообще бәрі семьямен көмектеседі бір-біріне. Но жаңағы біздің құрбылардан жігіті вообще ешқашан әйелге жаңағы сыпырғы шалып көмектесіп көрмеген адам. Бірақ ақшқа барған кезде өздері жалғыз қалды. То есть жанында ешкім болған жоқ. Анау бабыл кетіп қалды. Сосын екеуі бірдей жұмыс істеді. Я, екеуі қатар жұмыс істеді. Ал жанындағы басқа мысалы адамдар көріп жатыр, ол еркекті там пылесос ұстап жатыр, бірдеңе, и он сам начал это делать. Сам по себе. Көріп істейді. Я көріп, потому что он понимает, что это не стрёмно, что это помощь, ол должен істеп жатыр деген сияқты. То есть не үшін айтып жатырмын, окружение тоже может менять деген ғой. Окружение. Алып тастау, шумды алып тастау деген сияқты. Туған туыс. Сол үшін ғой жаңағы тату-тәтті еркектер тамақ істеп қойып қойды. Да? Это норма. Это же цель. Тату-тәттінің мақсаты сол ғой. Ер азаматтарды үй тірлігіне араластыру. Ол разделение. түсіндіру. Я, разделение. Айгерім, привет, Нурислам дейіңізші, пожалуйста. Нурислам, привет. Өздеріңізді 100% прокачанная деп санайсыздар ма? Сіздерде қандай комплекс бар? Давайте, ваш выход. Роза, можно так? Сильно. Қандай комплекс бар, өзіңіз 100% прокачанныймын деп ойлайсыз? Прокачанный емессің ғой, сені прокачанный. 100%. Процесс всю жизнь. Да, это не бывает никогда. Ты будешь умирать, ты не будешь никогда недоволен этим. Не будет этого. Вот это вот, знаешь, в такой вот сондай бір ойлау жүйесі мен бір таңғалдырады да, адамдарда мындай нәрсе бар. Бір определенный бір межеге жетемін да, сол кезде мен абсолютно бақытты боламын. Абсолютно. Я бір сөйтіп ойлайсыңдар да, өмірде ондай нәрсе жоқ. Проснитесь. Это каждый день процесс. Каждый день процесс. Күнде сен бірдеңе, мына жақтан бірдеңеден жеңіп атсаң, екінші жақта обязательно жеңіп атасың. Обязательно какой-то проблем. Мына жақта ше, вот допустим, да, вот сен PhD қорғадың, диплом алып, күшті отасың, ал жақта сен балаң температурасы көтеріп жылап атады, понимаешь? Не будет идеального. Да, правда. Не будет этого идеального. Ертең бір күні бір жерге барған кезде, бір межеге жеткен кезде 100% прокачанная, өзім арық, секси, соска болып тұрамын да, сосын күшті кетемін. Не будет этого. Это процесс, это всегда так. И когда ты представляешь этот конечный итог, оно уже становится тяжелее. Да. Потому что ты же представляешь опять слона большого, и тяжело это представить. Вот далеко сияқты болып тұрады да, ауыр болып тұрады. Айтады ғой, прокачанный деген результат жоқ қой. Жоқ қой вообще. Вот смотри, в коучинговом запросе, мысалы да, сен коучқа келесің консультацияға, и запросын сұрайсың. Клиент айтады, я вот это хочу дейді. И бірінші сұрақ коуч қояды, а как ты поймешь, что ты достиг этого дейді. Чтобы понять, ана адам мақсатқа келген кезде, мысалы да, маған мысалы келді да, я хочу быть 100% прокачанным деп келеді мына жерде Жайна. И я говорю, ну хорошо, Жайна, давай мы тебя сделаем 100% прокачанным. Сен 100% прокачанный екеніңді қай мезетте сезінесің деген кезде, Жайна мына жерде ана неше, ана не, 404 not found страница оқыды, ты даже не знаешь, как это, понимаешь? Ты даже не знаешь, что это 10% прокачанный екен. Ну реально, ты просто в загрузке. Все, мы поняли, что этого не существует. Какие у вас комплексы? У меня комплексы. Вот такой вопрос. Ағылшын білмеймін. Тіл білу. Да, ағылшын білмеймін. Сосын мен бәрібір өзімнің біліміме вообще жалпы көңілім толмайды. Никогда көңілім толмайды. У меня тоже есть такое. Вообще мен мне кажется, осы үшеумізге де тән сияқты бір сына андай бір недостаточно умна деген зат. Недостаточно совершенно. Да. MBA-ға түсіп алдым тағы да, білмеймін, оны бітіргеннен кейін, не знаю, ағылшынға әлі. Бәрімізге тән. А еще у меня комплекс есть, что у меня мало детей. Да? А у меня что их много. Да. Реально? У меня, кстати, был комплекс, что у меня много детей. Просто в моих результатах, жизненных результатах у меня было как минимум 3 детей. В вашем воображении. Да, в моих ожидаемых результатах. Я сейчас вообще бала жоспарлау, күйеу жоспарлау менде вообще менде андай басымда андай қара дыра да ол да. Ойлағым келмейді ол туралы. И мен енді жасым келіп барады ғой, мен тағы бала туамын ба, Құдай біледі ғой. Сол үшін мен бір баламен
деп қаламын да, андай жай болып қалады прям. Бір сұрақ бар, но оны сосын қоямын. Сосын қоямын, овзе камера, я. Я буду избегать этого. Напомните, наоборот. Менде қандай комплекс болды, прикиньте, менде ұл тумадым деген комплекс болды, одан кейін көп бала туды. Ну, правда же это? Ол көп әйелде бар, надо это признавать. Жоқ, мен это стыдно, стрёмно. Вы, конечно, не поймете. Я мен түсінемін да, мысалы, жоқ, қара. Ой, бля. Короче, былай ғой, смотрите, да? Вроде бы, да, қазақтың әйелден. Айтайыншы, мен сізге. Ту дейді қазақтың әйелден. Сейчас я вам расскажу, почему это. Давай. Почему это? Это же не происходит. Я же адекватная женщина, правильно? Да. Самодостаточная. Өте ерке өскен, әке шешең жақсы тәрбиелеген. Но как это появляется, былай қарасаңыз, иә? Это все начинается вообще с детства, потом это пересекается в бала туасың ғой, бірінші қыз туасың ғой, саған келеді, о, жан, құттықтаймын, келесі ұл болсын дейді. Вы понимаете? Мен роддомнан шыққаннан бастап айтты. Вы понимаете? И сен как будто бір роддомнан шыққан жоқсың. Қайықтағы естіген бетте айтады, келесі ұл болсын дейді. И еще ұлдың палзун кейін сыйлап жүреді, ұлдың тұр сыйларын бірдеңелер сыйлап жүреді. Как будто сен бракованный болады. Как будто что-то не да. Да, потом еще қандай болады, смотрите, бүйтіп айтады. Бір жаңа күйеуің жалғыз ұл ғой деп біреу айтып кетуі мүмкін, да? И сенде сондай жүк артып кетеді де, саған бір как будто хан әулетін жалғап атады. Султан Сулейман. Да. И сосын қашан отбасымда күйеуімде ондай болды, но жан жақта ол айтылады бәрібір. Я общество люблю. Сосын тағы да Общество любит лезть к нам в трусы. Да, вот ол болмады. Сосын, ол с детства әдейі болып мына жерде комплекстарымызды айтып жатсақ. Жоқ, там может, пожалуйста. Я бля дедім ба? Әйгерім Месинаның жеке жерлері өте нәзік. Так, что еще есть? Что такое? Ол енді әдемі әңгіметінер құрсын. Да, поэтому... Сейчас вернуться. Проверь андай нені. Звукты көрбаш арасынан. Нормально ма звук? Звук естіліп тұрман, Біраз рефлексия жібереміз. Адамдар қақпай сұрақ қойып сақал. Әйгерім, пикми? Не согласна. Хорошо, все, ребята. Короче, без комплексов людей не бывает деген әңгіме ғой. Конечно, құдайдың бұйыртқаны болады, ұл болсын, қыз болсын. Екі қыз тудым мен. Одан кейін ұл тудым. Ты комплексовала из-за этого, и это все. Ну, это не было таким большим комплексом, но это был такой напряг, который ты должен сделать. Это даже не комплекс, это напряг, который ты должен исполнить. Это галочка, которую нужно поставить, вы понимаете? Да, поэтому как бы комплекс деп айтуға болмас, но оны түсінгеннен кейін сен күлкің келеді оған однозначно. Көп балалы ана дегенде комплекста, потому что мне казалось, что ну, очень много чего мне казалось вчера это он айтты. Немен пикми дейсіңдер? Дальше роддомда не айтты деді. Мен туралы ма? Роддомда ұл тудым ба? Вот маған әлі күнге дейін триггерит жиен деп бөледі ғой, білмеймін, нервничать почему-то. Қонаққа 4 баламен барғанда да ұяласың дейді. Бізде көп бала тусаң да байғұссың ше. Бүйтіп аянышты түрмен қарайды ғой адамдар. Я прям иногда, ну енді маған үйтіп қарар бар, да, мен как-то еще как-то выхожу в какой-то свет. Но ондай когда люди думают, что они имеют право вообще на... Я бір сен арықта дейді, сосын слишком арық болып кеттің дейді. Или семізсің дейді, сосын тол дейді, сосын семіріп кеттің. Настолько, знаешь, туыңдар, көбейіңдер, қазақ деген көп болу керек, айналайын келіндер, аянып қалмаңдар, жас кезде туыңдар дейді, бірақ өз байғыз келіндер. Вот қыз туған әйелдер түсінеді екен. Онда тұрған ештеңе жоқ, нужно признаться, что есть такое чувство, и вы не несете ответственность за это. За это несут ответственность те люди, которые навязывают вам это. Нужно признаться. Это не означает, что я своих дочек люблю меньше, это не так. Но это просто то, что есть у нас в Волдове. Кстати. Это мы сейчас говорим. У меня дочь же, да, қыздар? Я? И менде қазір, по сути, қайын жұрт жоқ қой, енді мен ажырасқанмын ғой. И у меня нету сейчас комплекса, что у меня нету сына.
Нету комплекса. Не было. Он ушел. Я развелась, и он ушел. Но он был? Да, был. То есть момент не нужно комплекс. Должен. Комплекс емес. Я бірақ мен қызым дүниеге келгеннен кейін шамалы уақыттан кейін бәрі бата бере бастады. Ұл болсын. Ну как бы мен 3 жылдан кейін долгожданный қызбын. Ануар бірнеше қыздың ортасында жалғыз жүр. Ой, я начала придираться уже геном вашим, извините меня, сендерде ғой, менде бәрі вроде нормально. Деген сияқты. Бірақ мен өзімді кінәлі қылмауға үнемі тырысып тұратынмын. Бірақ мен күйеуден кеттім, өзім қалдым. Сол кезде қандай күшті қыз болғаны деген түсінік пайда болды. Мен қандай рас айтам, қыз болғаны күшті. И менде ұлым жоқ деген ондай жоқ менде. 1 секундқа да жоқ екен. Все-таки давление с мужской стороны получается, да, Ля? С мужской стороны. Не, у меня вот 100% күйеуімнен ондай болған емес. Другое. Смотрите, бала туасың ғой, үйге келесің ғой. Сол кезде сені құттықтауға кіреді ғой туыстар. Сол кезде олар жамандық тілемейді ғой, но не бүйтіп айтып кетеді. Бүйтіп саған не көрімдік беріп жатады да. Уточнение, мен біліп тұрмын не туралы. Сенің туыстарың емес қой айтатын. Ну, в основном қайын жұрт қой. Ну, менің туыстарым маған ешқашан сен жоқ, менде де болды туыстар 1-2 момент. Но это алыс туыстар. Менің туыстарым ешқашан ол ту Мне кажется, қарамайды. Тума айтқан жоқ. Мне кажется, қарамайды. Жоқ, жақсы ниетпен айтқан сияқты болады. Бүйтіп типа енді артынан атұстар ерсін деген сияқты. Енді артынан мысалы ол туса, енді артынан кесте тігілесін деп айтпайды ғой. Артынан енді қыз туып ал деп айтпайды ғой. Бірақ олды сөйтіп айтады. Мені қатты жүрегіме батқан мынандай зат болған. Я до сих пор, я ж помню, я хотела вернуть его көрімдік. Я прям хотела бүйтіп. И өйстіп 2 қыз туып келгеннен кейін маған тұрды да, енді 3-шісі ұл туасың ғой деп прям бетіме прям в лоб айтқан. Солай жақын туысқаным в лоб просто. Бүйтіп, бірақ жақсы бүйтіп күліп тұрып айтты да, енді 3-шісі батыр деді. Ұл деген жоқ, батыр деді. Енді 3-шісі батыр туасың ғой деп бүйтіп көрімдігін беріп жатқан кезде бүйтіп қарамда, батырды өз әйеліңе тудырарсың деді. Аузынан шығып кетті, но это үлкен кісі, в принципе, үлкен болғанда бізден бір 10 жас үлкен. Но меня это так триггернуло, просто так триггернуло. Сен біреудің әйеліне кеп, енді батыр туып бер деп қалай айтасың? Мен енді туып шықтым. Вообще, құттықтаймын, молодец, аман есен келген, туып жатқаның үшін деген сияқты бірдеңе айтуға болады. Но был такой коммент, и я до сих пор, когда я вижу этого человека, видите, это остается, наверное, меня это сильно триггерит. Я иногда думаю, такие мысли у меня возникали. Посмотрим, сильно ұлың болады. То есть, у меня вот такие мысли уходили. Да, и мен өзім 3-ші қыз болғаннан кейін у меня вот эти мысли, они же триггерят с детства, вот это все остается. Поэтому очень много таких моментов. Олар жақсылық тілеп айтады, но все равно нужно быть осторожным, что ты говоришь, да? Жақсылық тілесең де сен ешкімнің кім туғанына вообще кім депті? Ұл туып қыз туып вот зачем? Какая людина? Я құрсын бүкіл немді айтып бермін. Жыласаң не отырмын. Мен бала туатын кездегі мен ең үлкен страхым, я боялась того, что мой ребенок заболеет. Мен балам ауырып қалады деп қорқатын едім. Қатты қорқатын едім. Азында кешке шейін бетіне қарап отыратын. Чтобы вдруг заболеет. Мен аяғым ауыр кезде сондай қорқыныш болған. Я прям буквально почти каждый день, болады ғой 12 аптадан кейін сен не істейсің ғой? Даун емес, прям құдайдан жатып алып, сәждеден басымды көтермей сұрайтын ше, дені сау, санасы толық, ауру емес, аман есен бала берші, дұрыс қылшы деп ше. И все нормально, никакого нет, все окей, рожаем. Вопрос к Розе, I'm sorry. К Розе это такая, I'm sorry. Как решиться на развод, с чего правильнее начать? Вообще, нужно ли решаться на развод? Я думаю, что вот вопрос сам поставлен как. Как решиться на развод, с чего начинать? Что произошло, ребят? Нам не выпить. Подожди, ты что такое? Маска жушкета. Ну, когда встает вопрос о разводе. Ну, вообще, как понять, когда у тебя... Как понять, что вот это уже развод ты? Бұның мәселені, мысалда, әр адамның өзінің точка кипения. Смотри, мы в брак входим с определенным запросом. Біз некеге определенный запроспен кіреміз. Я была тупая, да? У меня запроса не было. У меня тоже не было. Сонда, сен просто ляди типит салдың ба? Ну, типа, человек мне дает тыл деген ой болды, надежность. База же, по умолчанию же. Менде мынандай не болды, сезім болды.
надежность, мен прям смотрела на надежность в основном и на ответственность адамның поступогына. И когда я это встречаю, человек мне нравится, я вышла замуж. Но у меня потребности, может быть, это кішкене поддержка болу дегенде. Да, вот это. Вот запрос-то, мысалы, да, сен қандай запроспен тұрмысқа шықтың? Сен запросың қандай? Мен тұрмысқа шыққан кезде, мен запросом, я хотела, чтобы этот человек был моим лучшим другом, моим партнером по жизни. Даже если мы нарожаем кучу детей, и они будут жить. Но я этого не осознавала в тот момент, когда выходила замуж. Я осознавала. Мне сондай запрос. Даже если мы нарожаем кучу детей, они будут жить свою собственную жизнь, мы будем всю жизнь веселиться, екеуміз бірге, и мы будем держаться друг за друга. Вот осы өмірде мы будем держаться друг за друга. Вот такой запрос был. Да, и әр қызда өзінің запросы болады. Тұрмысқа шыққан кезде. Развод происходит когда? Когда этот запрос ты не получаешь. Но этот запрос, он должен быть договоренный. Айту керек. Мен осыны күтемін сенен деген кезде, он ударяется по рукам. Кстати, у нас это было. Все, да. Да, точно. Ты ударяешь по рукам, и всем блеск, но адам сөзін тұрады. Можно я скажу, какой у меня запрос был? Да. Вот я вспомнила, просто я же молодая была. Вот когда мы қол алыстық, да, это было: ты не будешь мешать моему развитию. Вот. И я не буду мешать реализации твоих планов. Это было выговорено прям. Был деген, вау, какие мы... Ну, мәселе в том, что, вот вы правильно говорите, решать у берега. Просто... Решаешь у берега, да? Вот сен сондай бір запроспен келесің, да, все. Иногда люди не выполняют Енді қара, ты ударяешь по рукам, ты входишь в этот брак, и екінші жақ, который ударил по рукам. Форс-мажор было, он нарушает этот контракт. Нарушает этот контракт. Мысалы, если он тебе обещал безопасность, он тебе обещал вот это, он тебе обещал поддержку, он тебе обещал вот это. Обещал? Да. Обещал, но не дал. Но, знаете, это не повод разводиться, если человек понимает, что он нарушил и собирается исправить. Согласна. Енді қара. Как брак решит? Біріншіден, да, неден басталады? Осындай бір-біріне деген келісім болмаған кезде. Келісім мынандай болады, надо. Келісімге келетін кезде, перед тем, как вступать в это соглашение, әйел, әр қыз күйеуге тиетін кезде бір өзінің басындағы бір определенный запроспен, қиялмен шығады да, жігітте өзінің қиялы болады да, у вас вообще екеуің әртүрлі бабымен кіресіңдер. Бірақ примерно екеуің сүйісіп құшақтасып жүргеннен кейін келісіп жүр, қойда ойланып жүресіңдер примерно ше. Сосын үйленгеннен кейін что-то говорит, и ты говоришь, это не так, сен күйеу деген бұндай болмайды деген кезде. Ты дура, қатын деген бұндай болмайды. И начинается вот это. Изначально соглашения нету. Соглашение сіз күйеуге тиген кезде ырың-жырың болады. Ырың-жырың болғаннан кейін сен өзің сұрақ қоясың да, мен не үшін бұл адаммен әрі қарай қалуым керек деген кезде сен жауап таппайсың. Жоқ. Понимаешь? Ну, в принципе, все начинает мешать тебе жить дальше. Все мешает. А как решиться на это? Смысл жоқ сенде. Решиться на развод – это выбор каждого. Да, вот есть браки, да, есть браки, которые, допустим, да, мынандай әйелдер бар да, сүймейді да оны, жақсы көрмейді, живут как соседи, нормально, екеуі де бақытты. Это болмасын деп жүреді. Да. А кому-то прям надо, чтобы нет, мне маған инстаграмышный махаббат керек, прям күнде екеуміз сторис түсіріп, күнде постап бүйтіп жабысып тренд түсіріп жүрміз ертең. Вот такой запрос есть у кого-то. У кого-то есть нет. Біз деген отырып, пландап, ай сайын план жазып, квартал сайын отчеттарымызды шығарып, мынанша бала туамыз деп есептеп отырамыз. Мне нужен такой партнер. Все сондай. Әркімнің запросы әртүрлі. Вопрос в том, ты когда входишь вот в этот брак, другая сторона тоже входит, сен сол жерде табыспадың ба? Табыспадың ба? Там нету уже смысла. Сенің өзіңнің өміріңе құрған четкий планың, перспективаңда нарушитель пайда болады. Сенің перспективаңда бірге дамым деген адам в какой-то момент нарушителің бола бастайды. Сол кезде сен түсінесің, что так нельзя. Или ты изменяешь себе планом своим и остаешься с нарушителем, или ты избавляешься от нарушителя и идешь дальше. Тут уже выбор такой. Енді бұл жерде мынандай мәселе бар, да, қыздар? Мынандай мәселе бар. Қараңдар. Когда мы говорим про брак, неке туралы сөйлеген кезде, отбасы форматы туралы сөйлескен кезде, дәл қазір 2025 жыл бүкіл әлемде деп айтсақ болады, жалпы Орта Азияда отбасы форматы кризисте. Біз қазір білмейміз. Бұрынғыдай модель түсініксіз. Міне күнде апам міне отбасы тәтті жасап жатыр, білет. Ни у кого в голове понимания нет. Отбасы. Мы в эфире, Маша звонит. Не совсем болады. Ал жүрсе қайта сөзін жалғастырамыз ғой. Алғанда, Мен звонок саласыз ба бірдеңе істесем? У тебя есть номер, Маша? Жоқ, нет. Инстасына звондайсыз не болады. Давай. Докончите мысль. Мен Маша номерін ұмытып қалмаймын. Қарап жүре алмай ма?
егер мен сөзіңше у вас слишком много воды, көп сөйлейсіз. Кім мама кезет шығып кетші бар? Сен кім шақырды? Менде жоқ анау номері. Сен ана жердің контактісін көре салсайшы. Ой, сейчас, подожди, мы в институт не будем. Просто мен на нее не... Болды. Роза, Алияға тиіспеңдер дейді. Алия дұрыс айтасыз дейді. Не айтып отыр? Бәрі тақырыпты талқылап. Мынау қат қалды? Тақырып сохранить эфир дейді. Әйгерім мен Роза сөз ойбай не дейді. Сохранить эфир дейді. Егер қорған асыраушы ретінде қарасам, жарты жыл болды үйленгенімізге, енемен бірге тұрамыз, енемен ұрысып үлгердім. Сен үйде отырсын, тамақ киім кетсін деген ашуыма келді. Тут эмоции. Поговорить надо, да? Вообще любой брак, басып жарты жыл болса, это же разговоры, конечно, договоренности нужны. Отыр да, енен вообще араласпа. Үйленген мен саған күйеуге шықтым дейсің да, отырасың да, айтасың, жаным, мен сенің артынан келдім, екеуміз, да, мен сенің үйіңді жинаймын, тамағыңды істеймін, бірақ менде мынандай зона болу керек, мен ол міндетім емес, в принципе, деген сияқты бір онымен сөйлесе алатын тіл табысудың тілінде сөйлесіп, айтып түсіндіру керек. Жек көріп, ренішіңді айтып, неге ренжігеніңді кешірім сұрап, сөйлесіп аласың да, эмоцияны алып тастайсың да, сосын нормальный, саналы разговор болу керек. Енен, сен бүйттің, мамаң сөйтіп айтты, сенің мамаң демес. Просто отырып, давай нормальный өмір сүрейік деген сияқты ше. Түсінеді ол. Қазір енемен ұрысқанның кесірінен күйеумен ұрыса беретін болсаң, еще хуже болады. Өйткені ол сенімен жарты жыл өмір сүріп жатыр, мамасымен өмір бойы сүріп жатыр. Оның мамасы, оған нормально қарау керек, түсініп қарау керек. Ол балаға, ол да адаптацияда түсіну керек, нормально түсіну керек. Разве туралы ойланбаңдар, вы что? Мы сидим как будто этого нет, даже... Вообще, знаете, я сейчас кішкене непопулярный ой айтам. Роза вообще жоқ, мен екеуміз кәдімгідей дискутировали бы на этот счет. Но есть инфантильное поведение у женщин сейчас, мысалы. Да, согласна. Инфантильное поведение в плане того, что так должно быть, сен маған тамақ істе деп айттың, сен маған... Смысл нет, указу уже. Ну, я рассказываю про инфантильное поведение женщин тоже, в плане того, что вот все говорят, ол менің красный флажок, линиямнан өтіп кетті, анау-мынау, мен ажырасам болды, точка, до свидания деген сияқты. Мне кажется, всегда виноваты оба, я в этом точно уверена. Да. И в этот момент, вот когда ты думаешь, как решиться на развод, бірдеңе, и ты встаешь вот эту позицию того, что тебя там все по сторонам что-то делают, вообще нужно, наверное, разобраться. Может, есть вторичная выгода какая-то, может быть, я где-то, ну а что, может вообще понять, почему мы к этому приходим деген сияқты. Ну, смотри, да, если мы говорим о том, что, да, конфликт никогда не бывает односторонний, это факт. Конфликт ешқашан бір тарапты болмайды. Бірақ та біз мына нәрсені түсінеміз, да, біз қоғамда әйел это угнетенная часть. Да, то есть, когда мы говорим о конфликте двух полов, то женщина это угнетает, өмір таяқ жейтін, ана болады, өмір таяқ жейтін. Ну, как будто мы это сейчас так много говорим, что женщины любой қиқ ете қалса угнетенный сияқты сезініп тұрады өзін. Енді өзің ойлашы, тысячелетиями патриархат угнетает женщин. Ты расходный материал. Но это чувство, что она угнетенная, вот қитетсе угнетенная мен деген сезім, им тоже мешает. Ну, когда ты застреваешь в этом жертвенности, и тебе кажется, все должны как-то тебе деген сияқты. Может быть, я как-то... но реально, когда я вижу какие-то моменты, где женщина может говорить, что там... бүкіл әп-әдемі болып түстім, и бүкіл әлем мені мына жерде қара түнекке салып тастады. Да, есть, да, но это же не помогает тебе выйти. Это не помогает тебе выйти, согласна. Но я за то, чтобы, да, чтобы ты начала строить, чтобы ты начала решать свои проблемы, ты должна посмотреть на реальность четко. Когда ты понимаешь, что да, конфликт двухсторонний болғанымен, тебя больше угнетают деген түсінген кезде, сен ішінде хотя бы появится некая агрессия, чтобы с этим бороться. Понимаешь? Ты начинаешь больше ценить свои труды, которые ты вкладываешь. Ты больше себя защищаешь. Ну, здесь это как понижение бағанағы рывоктағы. Ну вот смотрите, здесь я просто, почему я говорю, очень много встречала таких случаев, когда, мысалы, какие-то мои
да, знакомые говорили, что вот они там айырсайын деп жатыр, вот все там плохо, бірдеңе, и потом ты когда говоришь күйеумен, да, потому что общие друзья, да, күйеумен говоришь, тотальное непонимание тоже, и непринятие этого тоже человека, и ты же был, вот, жұрттың күйеуі осындай болғанда, а ты же, то есть, когда тотальное непринятие человека полностью, это твой выбор, ты его полностью сейчас не принимаешь, өзіңіз айтқандай, там, ожидание реальность болды, окей, да, но это же не суть того и говорить, вот, там, я тут, бірдеңе, ты же должен взять ответственность за то, что ты, там, выбрал ошибочно, қателігім болды, условно, выйти из этих отношений, но не обсирая всегда мужа и күйеуінің жағын, понимаешь? Потому что бывают случаи, когда, серьезно, у меня было очень много вот таких случаев, я слушала из-за того, что это общие друзья, күйеумен де сөйлесесің, әйелмен де сөйлесесің, сөзде күйеу бүйтіп айтатын, понимаешь, Алия, ол мені анаған құсатқысы келеді, и соны айтады дейді, мысалы. Но сен не үшін оған құсатқысың келесің, сен қанатты таңдадың ғой, зачем сен оны Маратқа құсатқың келесің? Но если сен Маратқа құсатқың келсе, онда вот сен оңбағансың, ене күн көріспейді, сен қанат сен черт, андайсың, мен айырылсам. Ну, это же не так. Ну, онда айту керек, прости, Канат, я думал, что ты Марат, но ты не виноват, что ты не Марат, да? Ну, я ухожу, да, условно. Ну, не в таком образе, что она, чувак, просто становится каким-то... Ұқсамағанна ол кінәлі. Ол вообще өзін чорт сезініп отырады, и одан бұрын агрессия көрсетеді. Айтпаймын, әйелдің кесірінен агрессия көрсетеді деп айтпаймын, это его проблема. Но он начинает агрессировать, потому что его сравнивают с кем-то. И это изначально неправильный ход сравнения. Он начинает злиться из-за того, что он не тот, за кого его... И он себя чувствует не тигром, а кошкой деген сияқты ғой. И, соответственно, у него начинает... Негізі әйел деп айтамыз, но мойындау керек, что бұл қателік бар. Мысалы, думать, что инфантильно думать, что ол қанат болу керек, сол кезде мен айгүл боламын деп. Нет, сен өзің айгүл болу керексің, қанатсыз. Ты знаешь, бұл жерде бар ғой, я бы сказала так, бұл проблема, этим грешат не только женщины. Конечно. Этим грешат и мужчины. Абсолютно, но почему я говорю? Жұмыс істеп жүрген, шетелдік білімі бар, қақаңдап жұмыс істеп жүрген қызды қара жұмысқа салып қойғысы келеді. Бәрін өзгертіп. Иә, сен мысалы тележұлдызға үйренесің да, или Сабина Алтынбековаға үйренесің да, и оны сен спортқа шығармайсың. Да, конечно. Понимаешь? Абсолютно. Этим грешат не только женщины. То есть бұл проблема тек қана әйелдердікі, әйелдер байға тиіп алады да, сосын оның миллионер болғанын қалайды деген. Еркектер тоже этим грешат. Тут вопрос в том, что екі жақта да жауапкершілік бар, да? Қыздар, вот ты понимаешь, за кого ты замуж вышла? Вот он такой болды. Мен айтайыншы, мен толықтырайыншы, Алияның айтып отырғаны, түсінгенім бойынша, вот этот поток информации әйелдерді ущемленный, әлсіз сезінуіне қаттырақ әсер етіп жатыр. Мен оны дұрыс айтасыз. Дұрыс түсіндіңіз. Информационный поток влияет на то, чтобы женщина сразу начала думать, что она ущемлена, жертва. Сендер еркектер бәрін жамансыңдар, мен ажырасам деп ойлауға әсер етіп жатыр. Иә, 100% мен айтқым келген сол. Имамның коучтар бүкіл отбасын ажыратып жатыр дегені сияқты. Альтернатива сияқты. Түсінемін. Но мы должны понимать, что ешқандай әйел просто так ажыраспайды. Амалдың жоқтығы болмаса. Өйткені ол ар жақта әкесі, шешесі, ағасы, бауыры, інісі, туысы, достары, ұяты, ол ажырасқаннан кейін жалғыз қалатыны бәрі тұр. Ал әйел оны ойлайды. Ол жалпы общий картинада как будто бәрі, ойбай, әйелдерім бедные, оларды қинаватыр, а еркектердің бәрі манипулятор, абьюзер. Сосын барып әйелдер ол қорғану үшін ажырасу керек деп атқан сияқты болып көрінеді. Общий картина шу. Но негізі индивидуальный ситуациялардың бәрінде әйелдердің дұрыс деп ойлана алады деп ойлаймын. Өйткені мен көп ситуацияны білемін. Вообще хочется, чтобы... Вот мне это тоже опять айтсам нарратив деп айтсам шошып қалам как будто. Но бір зат, бірақ зат менің ойымша әйелдер, который өзің жаңағыдай мені қысып жатыр деген жағдайдағы әйелдер, мүмкін мен ол орында болмағансын түсінбейді шығармын да, но ол әйелдер должны отстать от всего, от мыслей, от этих мыслей просто, да, мысалы да. Павел, жағдайда қоғам тұр, әйел ажырасудың алдында қалған кезде ол қоғамды вообще ойламайды. Ол ойлайды, мен ары қарай не істеймін? Мен мына жерде өмір сүріп кете аламын ба? Маған жағдай бар ма? Мен өмір сүріп кете аламын ба? Вообще жайлайды махаббатты қойшы, мен бала шағама ыңғайлы жағдай бар ма? Ары қарай ұрыспай тыныш өмір сүре аламын ба или жоқ па? Ол уже ода коучта болмайды ештеңе ол жерде.
негізі шын айтайын ба, вот мен ажырасқанда елмін ғой. Ну простите, Роза, менде просто я еще помню, мы сидели в заведении, бір кездесу болды, сол кезде подошли, бір 19-20 қыздарым келді. Біз как раз далее отырдық. Вас не было, да? В общем, сидели, қыздар келді и әңгіме айтып бастадық, қандай жігіт, анау мынау жігітке қандай бір жігіттерін айта бастады, сидели, просто андай столикте отырып біз айғайлап отқан жанымызға келді. И сол кезде айтты, мне нужен такой, и эти все слова были инстаграмные слова. Все инстаграмные. Потому что этим девочкам 19-20 они даже не понимали, что они, вот они говорили все инстаграмные слова, мынандай жігіт керек, мынандай жігіт керек, но, сен қандайсың деп сұрақ қойдым мен. Как ты на это отвечаешь? Тең-теңімен, мәселе тең-теңімен. Сен не оқып бітірдің? Сен не білесің деп сұрадым. Требуешь соответствовать. Конечно, мен айтамын сен Я думаю, что многие соответствуют. Многие девушки сейчас хороши. Знаешь, я думаю, что... Сен сол сұраған қыздарды жаңағыда аспандағы ай сұраған қыздарда не бар екен сөйтсең? Жоқ, сұрайсың ғой сен не деген сияқты. Просто даже адам, мен мәселе бұл жердегі зат, мәселе кез келген адам таңдау жасаған кезде, бір жігітті таңдаған кезде, адам түсіну керек, что бұл win-win, бұл баланс, тепе-теңдік бұл. Сен, білмеймін, там, тәуекел муслим сұрап отырсаң, условно, да, сенде де сәйкесінше потенциал мен масштаб болу керек, ойлау деңгейі болу керек, түсінесіз бе? То есть просто требовать в одно окошко тоже неправильно. Это неправильно. Но почему мен бұны бәрін айтып атқаным? Менің ойымша, бүкіл көп жаңағындай red flag, анау-мынау деген әңгімелер, это все правильно, но прям сильно моментами внушают қатты ойланбайтын адамдарға, что они во всем правы. И то есть олар баланстың өз жағына қарай алмай қалады. Мен не беріп отырмын бұл отношенияға дегенді көре алмай қалады кейде, понимаете? Соответственно, только в одну сторону. Вот у тебя тут red flag, ты так манипулируешь. А что происходит, как я реагирую, как этот, тоже нету этой второй стороны. Тут сейчас не идет, что там блейминг, да, условно. Но я вижу чисто однобокое вот понимание вот этих всего, что происходит сейчас на информационном поле. Значит, жазып отыр да, тепе-теңдік, өз теңіне үйленгендерді ажырасады дейді. Вообще, мы хотим понять мынандай мәселе. Бізде айтады ғой, Қазақстанда ажырасулар көп. Ажырасуда біз әлемде 8-ші орындамыз деген сияқты мәселе. Но біз статистиканы қарауымыз керек. Біз үйлену бойынша да 10-ші орында ма сондай. То есть статистика бойынша, как в норме в большинстве стран, у нас разводы в норме. То есть их не стало резко больше. Бізде құрықта береді, өйткені біз разводтың несіне қараймыз да, цифрларына қараймыз. А үйленудің цифрына қарамайсыз. Егер қарайтын болса, это норма. Кәдімгі социальный неге келетін, нормаға келетін, тепе-теңдікке келетін нәрсе. Қанша процент? Сол норма болса, демек... Сказали, смотри, как же бы Айгерім Құсайынқызы айтты, 8-ші орында по разводам, 10-ші орында по бракам. Это абсолютная норма для большинства стран. И бізде солай көрінеді, ойбай ажырасулар көп деген сияқты, да. Мынандай мәселе, жаңа алдында біз эфир бөлінбей тұрған кезде айттым, отбасы форматы қазір өте үлкен кризисте. Бұрынғы форматқа ешкім көнбейді. Қазір қыздардың требованиясын болғанда мен қуанам. Жаңағыда ше, ты умеешь вот это, ты вот это будешь делать, нет, так нет деген сияқты. Мен бір жағынан қуанам. Неге? Өйткені бұрынғы қыздар даже сұрамайтын. Ана бір ескі бір қазақтың киносында асырып жүреді, тиктокта көресің ба? Менің қалмалымды төлейтін кім дейтін. Құдай бір кино жүреді ғой бір. Білесің ба? Қайсың мені алып қашып атқан, менің қалмалымды төлейтін кім дейтін сондай. Сол қарап отырсаң, қыз даже білмейді кімге тиіп атқан. Оның қасында үлкен, мен ойлаймын, бір қыздардың сондай талапшыл болуы, тұрмысқа шығарда талапшыл болу, ол өз қауіпсіздігіне деген үлкен сұраныс. Мен Алияны қазір дұрыс түсінбей қалмасын деп хочу растолковать. Я понимаю. Мен Алияны мен де түсініп тұрмын. Мен то, что нужно соответствовать, я это знаю. Потому что когда ты видишь... Распространяется инфантилизм среди женщин, который ограничит развитие женщин. Ал енді. Деп тұрсың ғой. Ал енді осы жерде түсіндіріп жіберейін. Вообще ол инфантилизм просто возрастной. Сен просто ол бір 23-24-ке дейін. Ана.
көрініс болатын нәрсе, ол инфантилизм, шын айтамын. Өйткені менде 22-дегіде қыздар келін болып келгенше 25-дегі 30-дағы 45-дегілерде келіп жатыр. И в принципе олар сосын қайттан түсінеді. Тең өзінің, әрбір адам өзінің теңін тауып отыр. Негізі қанша жерден керемет ред флаг десе де, инфантил болса да, сосын тиетін байына тиіп, сосын иіліп, сәлемін беріп, сөйтіп жүр негізі ше. Ол каждому идиоту по своему идиоту. Негізі ше там. То есть там. Да, по сути. Так не думай. Енді осы жерге бір өзім бір ғылыми немді қосып жіберейін да. Жолдастар, осы жерде отырған екі жаңа терминді жазып алып, гуглит етіңдер. Инцелый и фемцелый деген екі үлкен движение бар әлеуметтік желіде, үлкен медиада, ол ақш-та да, Европада да, Ресейде де, просто қазақтар оны білмейтін шығар. Инцелый — это мужчины, которые ничего не добились, но хотят муж. Жаңаша айлығым 80 000 теңге, охранамын, маған күйеуге тимеген, аузы кеседен басқа ештеңеге тимеген, мамашканың аяғын жылы суға салып отыратын қатын керек дейтін бір ғой, охрана. Это инцелый. И біздің фемцелдар. Мақтабас, біздің өзіміз мақтабастарымыз бар өзіміздің, фемцелы. Это те, которые ни хрена в этой жизни не добились. Маған Геленваген мінген, красавчик, сосын маған апта сайын жұмагүл беретін, сосын жылына 4 рет мен саяхатқа апаратын дейтін қыздар бар ғой, вот это вот, про которых ты говоришь. Вот. Это фемцелы. Қыздар и жігіттер осы жерде тұрғандар. Инцел и фемцел болмаңдар. Болды, әңгіменің қысқасы сол. Да, очень согласна. Дұрыс. Бедейді, молчаливое согласие туралы айтыңыздаршы, дейік, мен соны түсінбедім. Это про молчаливое согласие, активное согласие дейші. Когда ты от манипулятора отмазываешься. Менің айтқан әңгімем ба? Ол ғана емес. Көп жағдайда үндемей салу, Солмай, немесе активное согласие айтасыңдар ма? Молчаливое согласие. Кішке басты. Новый термин. Мен біраз болды айтамын деген сөз. Фемцел, инцел. Іздеп қарандар. Инцел мен фемцел қосылса не болады? Боққа, ана, бар ғой телеканал, беременна в 16-тағы персонаж болсын деп басқа не болып тұр? Мен батыр отношение тұрайды. Ол өте индивидуальный зат, әр адамның өзінің қалауы, әр адамның өзінің таңдауы. Келет отношение деген тақырыпқа ше. Айгерім ханым, айтсаңыз, молчаливое согласие туралы айтыңызшы. Я могу сказать, мен деген, Что значит молчаливое согласие? Мен түрім үндемей тұрамайды. Мен үндемесем, түрім сайрап береді ғой, тату-тату көрген шығарсыңдар. Түрім сайрап береді. Мое выражение глаз? Да, сайрап, қаяқтағы молчание менде жаным ау. Мен уже... Окей, молчаливое согласие. Есть два типа, я считаю. Когда ты молчишь, соглашаешься, потом делаешь свое. По-любому, да? Или ты когда... Вот это... онымен адам көнеді, оны қабылдайды, өмір сүреді сонымен. И адамдардың бәрі біледі сенің сондай екеніңді. Или олар сенімен күреседі, және өмірдің көбісі күреске айналып кетеді, и сені жеңуге тырысатын болады. Немесе просто соған көнеді, қабылдайды. Екінші, сен молча, үндемей, я деп сөйлесіп, я, наверное, да. Можно я отвечу на чуть-чуть офф-топ, но другой әңгіме? Бедейді, английский уровень B1 дейді. Олимпиадада орындарым бар, жұмысым бар, студентпін, универде оқимын, в будущем вроде имею право требовать нормальных мужчин. Я думаю, требования нормальных мужчин не всегда зависит от вашего статуса, от вашего там IELTS 9.0, 8.0. Вы неправильно понимаете суть деген сияқты. Менің ойымша, адекватный еркекті талап ету ол өзіңнің эмоционалды интеллектіңнің болу және өзіңнің адекваттылығың. Тура неадекватный еркек бар сияқты, неадекватный әйел бар. Ну, правильно же, да? Соответственно... Может быть очень образованный агрессор. Конечно, может быть очень образованный абьюзер. Бәрібір мәселе сіздің дипломыңызда емес. Сондықтан мәселе сіздің требовать мужчин чисто потому, что это же не базар, на рынке же вы же не обмениваетесь товаром. Ты мне вот нормального мужика, я тебе диплом деген сияқты. Адам сана биігінде жолығып жатады ғой, сенің санаң ол биікке жетпей тұрса, и оныкі жетіп тұрса, или оныкі жетпей тұрса, сенікі жетіп тұрса, адамның эмоционалды интеллект, критикалық ойлауы, санасының деңгейі мәселесі. А ол дипломмен алынбайды, өкінішке орай. Так, что еще есть?
жоқ, бірақ мына қыздың әңгімесі бар ғой, не білесің ба, андай типа мен нормальный уровеньге жетіп алам, сосын если идиот біреуге тап болып қалсам, бәрі обесценится, нөл болып қаламын ғой деп тұр ғой. Сол үшін мен сондайды бағалайтын, по сути, образованный әйелмен бас қоса алатын еркек, ол міндетті түрде там ментально прокачанный болу керек та ол. Иначе ол реально құнсызданып қалады, сен үйге келіп, мамам аяғын жуып отыршы деп кетуі мүмкін да, мысалы, аграрное понятиедағы еркек болуы мүмкін да, вообще. Қазір аграрное понятие деген білесің бе не туралы, когда человек далаға шығады. И ол просто қыздың примерно, ол дұрыс қойған жоқ сұрақты, по-моему. Ол просто соны айтып тұр да, ертең мен там английский B1-мен, андай там магистрский степеньмен мен келін болып отыра бергім келмейді деп тұр да. Нормальный жігіт талап етем дегені сол оның понятиесіндегі нормальный жігіт. Сәйкесінше придет такой мужчина. Придет емес, сен просто сондай ортадан іздейсің, сондай талаптармен, сондай маған әйелі таба алмай тұрмын ғой. Бәсе жазып жатыр, мен түсінбеймін, Айгерімге заколкасын берші деп. Думаю, что за заколка? Кешірім сұраймын, мен алып қойғам ғой. Ой, сейчас будет вот так. Говорит, мужчина даже женится на необразованных и на разведенных с детьми. Что такое? Нет, все просто зависит от любви. Любовь спасет. Я знаю, парень. Мне кажется, вот такие розовые очки нужно вот так чуть-чуть. Жоқ, ол әлі айтып отқан жоқ, ол жазылған мнениені оқыдым. Вообще, можно спросить? Я сұрақ қояйыншы, вообще, что для вас любовь? Ну, не он махаббат деген. Давайте кішкене пофилософствуем, бірақ все зависит от любви дедіңіз ғой. Осы сөзде любовь деген сөздің определениесі не сіз үшін? Потому что для кого-то это страсть, для кого-то уважение, для кого-то секс каждый день, для кого-то что-то, да, не знаю, это же комплекс чего-то. Как вы понимаете любовь? Даже муж может понимать любовь по-другому, чем вы. Насколько вы сходитесь в этих определениях деген сияқты ғой? Сіз үшін. Да, мысалы мен үшін махаббат ол сенің дамуыңа кедергі болмау, сенің өміріңе экологиялық таза қарау, сені жеке шекараларыңды сыйлау, құрметтеу, қамқорлық жасай білу, при этом өзін саналы түрде қорғауға құқығын алып қала білу, жауапкершілігі болу, еркектің еркек болып, әйелдің әйел болуына мүмкіндіктер қалдыруда мен үшін болу мүмкін. Но еркек үшін махаббат, это когда ты кланяешься 5 раз в день, и маме делаешь поклоны, и ужины, и завтраки. И оның понятиесіндегі махаббат сондай болса, онда махаббат ештеңені құтқармайды. Но бұл жерде мысалы жаңағы махаббатты аграрный понятиедағы еркекпен мен бас қосатын болсам, ол маған әдемі комплименттер жасап, гүл беріп жүру мүмкін ғой. И в принципе базовый, нулевой базовый менің қажеттіліктерімді орындай салу мүмкін, гелин там. Базовые потребности гелин тоже. I'm sorry. Тойоту 40-ку можно? Мысалы, бірген гелин деп қойған. Мысалы, ол маған мақырға 5 бөлмелі көптігі сетеді, үй берем деу мүмкін, да? Но взамен сен керемка, там дома будешь сидеть деу мүмкін. Сол кезде ол махаббат құтқармайды мені. Я скажу, сори, бұл махаббат емес. What is love, деймін. Классные ответы. Вот, сізге үндес жауаптар айтып жатыр. Ол адамның қасында өзіңді өте комфорт сезіну. Сана биігінде түйісу керек. Уважение и забота дейді. Сыйластық, мейірімділік, құрмет, ізет деген сияқты дүниелер. Махаббат әркім әртүрлі түсінеді. Мұхтар Шахановтың өлеңі бар ғой, 7-ші тесік деген. Соның ішінде бір фраза бар: қатына бала туғызу ақылды қажет етпейді деген. Жаман қатты сол миыма кіріп кетті. 15-20 жыл бұрын оқыдым. Рас қой, рас екен. Так, давайте на пару вопросов, сосын шығайық, Любовь для меня страсть, забота, комфорт. Ну, вы знаете, что страсть может колебаться, правильно? Значит, любовь ваша может колебаться. Обычно, когда есть только страсть, забота и комфорт не бывает. Это тоже есть. Или у того, кто слишком заботливый и комфорт любит, страсть вообще отсутствует. Есть такое. Это часто. Да, есть такое. Поэтому воображаем, но воображать можно бесконечно, но реальность чуть-чуть... А сана биігінде түйісу деген не? Мысалы айтып қалды ғой жаңа адам. Это когда два осознанных нормальных.
Ну вот смотрите. Нормальные травмалары бар адам. Ұқсас травмалары бар адам. Ну вот смотрите, Хакамада, его муж Хакамады, и они абсолютно, Хакамада өзі түсіндіреді ғой, біз сана биігінде примерно жолыққан адамдармыз дейді. Нам кайфово, мы общаемся бесконечно, он наиумнейший человек, он наипонимающийся человек, бірдеңе. У нас открытый брак дейді брак, например. То есть там условия, потому что сана биігінде түйісу часто это отпускать человека, жить своей жизнью. Отпускать человека, умение отпускать человека. Жить своей жизнью, при этом давать ему заходить в твою жизнь тоже. Да. Оставаться. Это капец не для всех возможно, доступно в голове. Жоқ, конечно, тут не лоббирование какого-то открытого брака. Василий басқада сана биігінде әдемі, иә, әркім өзінің өмірімен арпалысу, және сол деңгейде сол бір түйісетін шақта. Это когда мнения сходятся, это когда травмы похожие, это когда они одинаково развиваются, это когда они отрабатывают травмы одновременно. Синхронность, синхронность. Я считаю, девочки, вы согласитесь, что сана биігінде жолығу, құндылықтары сәйкес келетін адамдарға. Дұрыс, құндылықтар сәйкес келу. Синхронность. Ментальная синхронность. Егер сен құндылығың жолықпаса, мысалы да, қарашы біз барлығымыз өте қарапайым адамдар да, барлығы одан сол күнде ай сайын 2 кітап оқып, кітап немесе кино көріп, опера көріп тасайтын адамдар емес қой. Мысалы, элементарно, егер біз қарапайым отбасыларға айтатын болсақ, екеуің отырып алып, қонақтар еткеннен кейін бәрін. То есть, когда вы вдвоем против всего мира, как бы не скажу, что против, вот, допустим, да, сендер екеуің басқа біреуді жамандаған кезде екеуің ойлары бір жерден шығады да, понимаешь? Можно я это объясню таким очень таким простым способом? Ну, тек қана отырып алып, неге сен кітап оқымайсың, мен тек қана кітап оқитын жігіттермен сөйлесем деген не емес. Өте қарапайым айтайын да, мысалы сендер өте қарапайым отбасының адамдарсыңдар да, екеуің де. Если вам настолько классно, вы такие вот прямо, знаешь, екеуің до того тіл табысасыңдар да, жаңағыдай біреуді жамандаған кезде бірге жамандайсыңдар. И ойларың бірдей шығады. Точно, мен де сөйтіп ойлағам деген сияқты. Вот это отличная пара, я считаю. Ментальная синхронность. Да. А мне иногда нравится, когда человек развивает твои мысли дальше. Заставляет задумываться, триггерить. Кішкене басқа, маған, мысалы, мне нравилось в муже. Күйеуімде ұнайтын. Но на адекватном уровне. Күйеуімде ұнайтын етіні сол заходить в боль деген. Кейде мен өзіме бір көп заттарды мойындамайтын кездер болады. Больно же, мозг всегда отрицает. Больно признать, что сен оны көре алмай тұрсың. Больно признать, что сен ол туралы қара ойлап тұрсың. Бір жаман заттарыңды, я болмаса больно признать, что сен осындай нашар ой сенің миыңа кірді. Мен де күйеуімнен ұнайтыны, біз сөйлескен кезде, он никогда не боялся заходить вглубь, но очень аккуратно, боль. Вот, самое главное сөз бұл жерде аккуратно. Если бұл саған, сен көре алмайсың оны десе, ол жаман болады, ол сана биігінде түйісу емес. Ол просто сені сыйлап отырып, сенің дәл осы сәттегі әлсіз тұсыңды көріп отырып, саған көмектесуі, осыдан шығуға. Вот это сана биігінде түйісу. Это вот ментальная синхронность, детка. Ментальная синхронность. Вот, ментальная синхронность. Адамның көңіліне қарап отыру арқылы, бірақ өсу үшін бетіне айта білуді. Мұхтар Шахановтың сөзін 7-ші түйшік деген өлең, әйел ап бала туғызу ақылды қажет етпейді деген ішінде бір фраза бар, сол есімде алып қойыпты деген ғой. Так, мы бываем одинаково токсики дейді. Это тоже классно. Қыздар, мынадай сұрақ, давайте соңғы бір 2-3 сұрақ, иә? Қыздар күйеуге шығар алдында жігіттің ата-анасын үйіндегі атмосферасын біліп алыңдар дейді. Келісесіздер ма? Обязательно. Согласна. Ты должна знать, куда берешь билеты, детка. Безвозвратные. Почему безвозвратные? Почему безвозвратные? Вообще, когда ты покупаешь билет туда, в женитьбу, да? Ты берешь только туда. Да, ты не должна думать об обратном билете. Обратный билет туралы ойламайсың. Неге ойламайсың? Мен сіздерге бір мәселе айтайын. Вообще күйеуге шыққан адам ажырасам деп ойламайды, ол дұрыс, бірақ мен ажырасу деген ойдан қорқу, это тоже какой-то... Мысалы, мы с мужем обсуждаем моменты, когда, мысалы, можем обсуждать, что может привести к разводу, что как развод. Не, мы это спокойно обсуждаем. Ну вот, понимаете? И он ойламау деген тоже обратно этот эффект того, что реально қиналып атады да, реально қиналып атады да, сол кезде развод туралы ойлап қалады ғой, сол ойынан қорқатындар болады, понимаете? Мә, оны ойламау. Мен дұрыс түсіндірмедім. Ол көп болса ажырасам деген ой болмау.
типа на первый брак комом деген ой болады көбісінде. Көп болса ажырасасың деген ой болады. Давайте не будем скрывать, ондай болады. Болады. Не сталкивалась. Почему? Болады. Я знаю точно. И вот сол болмау керек. түсіндім. Иә, мен өйткені былай ойладым, вообще ажырасу деген ойдан аулақ болу деген сияқты. Өйткені ойбай ойламағандайды айтпа деп айтады ғой. Соның кері эффектісі ғой, анау қиналып жатса да ажыраспаймын деп отырып алу. Бірақ ажырасуды талқылау және оны ашық айту, ол сені ажырасуға алып келмейді. Ол саған жұғатын ауру емес ол. То есть рак туралы айтсам, ойбай жаман ауру жұғат дегенде, ажырасу туралы айтсам, қазір күйеуіммен, ойбай мен ажырасып кетем емес, ол наоборот предотвращает. Қайта мен сенен ажырасып кетем деп ұрсу емес, просто бізге қандай мінезіміз бізді ажырасуға алып келуі мүмкін. Как мы это должны? Қашу, иә. Талқылау, ашық талқылау деген сияқты ғой. Давайте соңғы сұрақ. Білмеймін, не тұра. Қойшы. Кеуне, К-Е-У-Н-Е. Әйгерімнің шампуні. Жігіт әке шешесінің көзінше боқ ауыз айтуы неден? Сыйластық жоқ па араларында или что? Жігіттің өзінен сұрашы. Жігіттің өзінен сұрашы, біз қайдан таң. Айт онда мен. Әкеш телефонды жаз нөмірін звондап білейік. Чумаковты сұрап жатыр. Аты кім Жасиптің? Қазір айтам. Нөмірін айтып звондап. Сен айтшы, не үшін сен әкешің алдында боқтайсың? Не саған не әсер етті деп? Қызық сұрақ қойсын да қыздар. Розаның настроение жоқ қыздар. Мен күшті жауаппаймын өзім на самом деле. Мен просто абсурдный нәрсе айтуға рұқсат бермеймін. Роза тәте мына қыздар кім дейді. Қой кетектер. Мынау кім деп қоймадыңыздар ғой. Біз нормальный қыздар. Біз Розаның подружкалер, сестренкалеріміз ғой. Кіріп алдық бүгін шамалы подписчик жинайық деп едік қой. Подписывайтесь, пожалуйста, к нам. Жоқ, мен бүйтіп сөйлескім келді адамдармен, шынымды айтсам. Соңғы сұрақ. Мен өйткен былай істемейді екен вообще. Қайта бүгін аузына адамдар соңғы сұрақ өте популярный сұрақ. Кеттік. Жоқ, өте лайтовый сұрақ. Рахмет көп. Қандай кино көруге кеңес бересіздер? Күшті. Лайтовый. Бүгінгі кешке көретін кино. Чего говорит? Анора көрді. Анора? Айтқан жоқпын. Өзім көрген жоқпын. Давай-ка көрейік соны. Киноны перизаттан сұрау керек. Айтсаңызшы, Роза, вы же киноман. Бері, Роза. Я даже не знаю. Это ваша страница, люди. Қандай киноны көруге ұсынасыздар? Бүгін ба именно? Соңғы сізге эффект берген киноны айтыңыз. Титаник. Ой, сложно. Титаник. Сложно сказать. Сложно. Болмаған балалық шақ ше. Хороший фильм. Игре. Неде ғой ол? Прокатта жүр ме? Прокатта. Қазақтардан айтайық. Прям өмір туралы кино дейді ойбай. Өмір деген бәрі бар ғой өмірде. Махаббат бар. Мен көремін еткім. Айтыңызшы. Знаешь, мен банкир деген кино ұнады. Қашан осы 100 жыл бұрын ба көрген? Опасная игра слоу күшті. Да, тоже хорошо. Банкир понравился. Опасная игра слон очень понравился. Власть деген кино бар. Скрытые фигуры. Қыздар шамалы романтический кино айтсаңдар, что не валесеміз. Романтика жоқ. Девчачий. Романтика жоқ. Энн Хэтэуэйдің киносы дейді маған. Просто мен Энн Хэтэуэйдің фанаткасымын. Любовь и всякие лекарства деген. Он такой старенький, ну такой... Я советую, я вспомнила. Этот слайд ұмытпай тұрғанда. Колония Дигнидад дегенді көріңіздер. Основано на реальных событиях. Чилида переворот болған кезде, Пиночета переворот жасаған кезде, генерал... Күшті фильм просто. Бүкіл Карл Актес, бүкіл андай коммунизм, бүкіл ана системалар көз алдыңызға келеді. Как один чувак просто занимался вербацией, и как он просто держал этот генерал и этот чувак, фанатик радикальный, религиозный, они вместе просто держали полную систему государственную. Колония Дигнидад шынайы оқиғаға негізделген, ол кісіні ешкім соттаған жоқ, соңында ұсталса да, но мәселе ол колониядан қашып, олар ана жерде адамды азаптаған ғой, кәдімгі азаптау, анау, но қашып шыққан қаншама жылдың ішінде қашып шыққан өте біршама адам, сол адамның ішінде европейский не болған, который вот осы колония туралы әлемге таратып жіберді. Қайшы маған күшті фильм «Колония» дегенде. Харви Вайнштейнді түрмеге отырғызған журналистер туралы. Тоже. Я это же Бумшел.
Это не док-фильм? Нет, это фильм, там этот Николь Кидман играет, Шерон Стоун, Шарлиз Терон ойнайды, күшті түсірген, Марго Робби ойнайды. Мынау енді мынау прям қыздарды күшті фильмдер екен, Ешь, молись, люби, Джулия, Дик. Не, кинолар ғой. Секрет дегенді кім осы біреу? Окей. Так. Болды, да? Все, давайте. Все, давайте. Всем пока. Рахмет. Рахмет, Айгерім. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыздар. Наурыздың кешінде осынша уақыт бізбен отырып рахмет сіздерге үлкен. Да. Мерекелеріңізбен. Қонақ, туыс. Ой.